Теміртау қаласындағы СОС балалар ауылының жас құтқарушылары халықаралық аренадағы беделін тағы бір мәрте арттырды. Бұл сайыс біздің жерлестеріміздің шет ел аренасындағы алғашқы қатысып отырған жарысы емес. Аталмыш жас құтқарушылар клубының құрылғанына 10 жылдың көлемі болды. В детской деревне клуб юных спасателей существует уже больше 10 лет. Балалар ауылына жас құтқарушылар клубы 10 жылдың көлемінде жұмыс жасап келеді. Бастапқыда клуб әскери болып ашылған болатын. Бірақ клуб басшылығы құтқарушы мамандығы жас балалар үшін маңызды әрі қызығырақ болады деген үмітпен құтқарушы мамандығына ауыстырылды. Клубта балалар түрлі құтқару дайындығымен айналысады. Ал сайысқа келетін болсақ, біздің команданың алғашқы жарысы емес. Осы жылдар ішінде біз түрлі республикалық, халықаралық жарыстардан жүлделі орындармен оралған болатынбыз. Осы жылы 17 елден келген команда ішінде біздің құтқарушылар 7-ші орынды иеленді. Аз уақыт дайындық жас құтқарушылар үшін бұл жақсы жетістік деп санаймыз. Жарыс 4 кезеңнен тұрды. Біздің балалар барлық кезеңде де өздерін жақсы көрсете алды. Жас құтқарушылар алғашқы медициналық көмек көрсетумен қатар жапа шегушілерді құтқару мен іздестіру жұмыстарын жүргізуді қабілеттерін көрсетті. Жеке құтқару құралдарын киюмен қоса оны қабылдау тәсілдерін үйренудегі нормативтерді де қосымша орындады. Қатысушылардың айтуынша жыл сайын ұйымдастырылып тұратын сайыс олардың физикалық шынығуымен қатар білімдерін ұштастыруына үлкен көмегін тигізеді. Я первый раз поехал на международные соревнования. Мен алғаш рет халықаралық жарысқа қатыстым. Сайыс мен үшін өте қызықты болды, себебі мен үшін тың нәрселерді үйрендім. Біз командамызбен тек жеңіске ғана ұмтылдық. Сапар барысында мен өзіме көптеген шетелдік достар таптым. Олармен қазіргі уақытта араласып тұрамын. Белоруссия өте әдемі екен. Ол адамдарды өте сыпайы. Дегенмен жарыста болған кезде Қазақстанды өте қатты сағындық. Халықаралық жарысқа қатысудың басты мақсаты жеңімпаз атану емес. Қатысушылар бойына патриоттық пен түрлі додаларда үздік шығуға деген талпыныстарын ояту. Жас құтқарушы үшін келешекте өздеріне әрі өзгеге қалайша қорған болуды салмақтау. Клуб юных спасателей. Жас құтқарушылар клубы 10 жылдың көлемінде жұмыс жасап келеді. Осындай сайыстар елімізде жиі өткізіліп тұрса, нәтижесі жақсы болады деген ойдамын. Бұл келешекте жас жеткіншектердің дұрыс мамандық таңдап, сала майталман атануға үлкен септігін тигізеді. Бұл клубқа қатысып, оның өркендеуіне ат салысып жүрген балалар келешекте шымыр әрі мығым болып өседі деген ойдамын. Теміртау жас құтқарушылары халықаралық жарыста алғаш 10-дыққа кірді. Сапар барысында жас құтқарушылар бағалы сыйлықтар алумен қатар арнайы дипломмен марапатталды. Бұл сайыстың негізгі мақсаты жеңіс емес, өзінің қарым-қабілетін көрсетумен қатар барлық қиындықтарды жеңу болып табылады дейді қатысушылар.